Баршаңызға қайырлы күн көрермен. Бүгін сіздермен бірге құрт жасайтын боламыз және де құрт жасаудың бірнеше жолын көрсететін боламын. Құрт күнделікті менің жасайтын жұмыстарымның бірі. Күнделікті осындай көлемде құрт жасаймын және де осы кепкен кезде примерно 2-2,5 килограмм құрт шығатын болады. Құрт жасауда ең маңыздысы мына сүзбенің консистенциясы. Сүзбенің басы бірігу керек. Егер сіз сүзбені қайнатқан кезде қатты қайнатып жіберсеңіз, сүзбенің басы бірікпей, құртыңыз мүлдем дұрыс шықпайтын болады. Сондықтан да сүзбені қайнатарда, айранды қайнатарда өте сақ болғаныңыз дұрыс. Содан кейін құртымыздың үстіне керекті мөлшерде тұзымызды салып, осылай қолымыздың көмегімен жақсылап илейтін боламыз. Құрт жасаудағы тағы бір маңызды нәрселердің бірі осы құртты илеудегі июі қануы. Июі қанған құрт сырты жылтыр, әдемі болып шығады. Содан кейін өзімізге осындай керекті мөлшерге қолымызға алып, қысып, басын біріктіріп, содан кейін осылай теңдей екі бөлікке бөліп, тағы да қысып басын біріктіріп аламыз. Содан кейін қолымыздың көмегімен құртымызды домалақ пішімге келтіретін боламыз. Басында жасай алмайтындарға қиын көрінуі мүмкін, бірақ үйреніп кеткеннен кейін өте тез жасайтын боласыз. Негізі құрт жасау өте оңай. Көріп тұрғаныңыздай, мен құрттың көлемін өте үлкен қылып жасап жатырмын. Жаздың күні өте үлкен қылып жасаймын, себебі тез кеуіп кетеді. Кепкеннен кейін көлемі кішірейіп кетуі мүмкін. Ал қыстың күні көлемін одан кішірек қылып жасаймыз, себебі кебуі қиын болады. Және де осы орайда мен қыз-келіншектер қауымына, әйелдер қауымына өте осы құртқа байланысты жақсы бір бизнес план ұсынғым келіп отыр. Араларыңызда тұрмысқа шықпаған қыздар болатын болса, ауылға тұрмысқа шығуға мүлдем қорықпаңыздар. Себебі ауылда да бизнес жасауға әбден болады. Ал егер де ауылда тұрып сиыр ұстамайтын қыз-келіншектер болатын болса, сіздерге айтар кеңесім сиыр ұстаңыздар. Себебі сүтін сатсаңыз да пайда болады, құртын сатсаңыз да пайда болады. Например, қазір құрттың бағасы килограммы 3000 теңге болып жатыр. Мен бір күнде 2 килограмм құрт жасаймын. Значит, бір аптада 14 килограмм құрт жасаймын. Ары қарай өздеріңіз есептей беріңіздер. Килограммы 3000 теңгеден бір аптада 14 килограмм. Бір айда сіз өзгенің бір айлық жалақысынан көп ақша табасыз. Үйде отырып әрі келінді қызметіңізді жасайсыз, әрі бизнес план ақша табасыз. Керемет емес па, иә? Например, мен өзім солай жасаймын. Бұл енді менің өзімнің жеке ойым, өзім осылай жасап жүргеннен кейін, егер сіздерге де көмегі тиіп жатса, менің бизнес планым, мен өте қуаныштымын. Сіз қалай ойлайсыз? Егер менің айтқаныма қарсы шығатын болсаңыз, немесе келісетін болсаңыз, астында комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыз болады өзіңіздің пікіріңізді. Және тағы бір айта кететін жайт, мен алдыңғы видеоларда ауыл шаруашылығына байланысты тағы да бір видео салған болатынмын. Тауықтың жұмыртқасына байланысты, тауықтың жұмыртқасын қалай көбейтуге болатындығын. Сол видеоны қарап, тауықтың жұмыртқасын көбейтіп, одан да бизнес жасауға болады. Көрмеген болсаңыз, міндетті түрде кіріп көріңіз, өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз. Сол видеоның ссылкасын мен астында описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде көруге кеңес беремін. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қоюды ұсынамын, себебі алда мен өзім жасап жүрген бизнестердің пландарымен міндетті түрде бөлісетін боламын. Сондықтан да алда әлі талай қызықтар бар. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды.